Бүгін бізде нан салма. Алдын ала тазалап алған ет, бет, пияз, мияз, картоп, морковтарымызды шетінен кезек-кезек турап-турап бөліп аламыз. Қызып тұрған майға етті салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламын. Етім суы шығып, жақсылап қуырылып болды. Енді пиязды салып, сарғайтып қуырып алатын болам. Енді сәбізімізді салып, бір-екімен қуырып аламыз. Артынан картопты салып, 5-10 минут көлемінде жақсылап қуырып алатын боламыз. Картопымызды қуырып жатқанда үстінен 2 ас қасық томат салып, араластырып, крышкасын жауып қоямыз. Енді мен әрі қарай қамырына кірісетін боламын. 1,5 кесе су, 2 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа салып, қатты етіп қамыр илеп аламыз. Осымен қамырымыз дайын. Енді біз жайып бастаймыз. Маған осылай жерге жайған ыңғайлы болды, сол үшін осылай жерге жайдым. Менде 2 зола қамыр болды. 2 қамырымды да үлкен-үлкен етіп жайып алдым. Қайнап тұрған суға салып пісіріп, бетіне подливкасын жағып алдым. Осымен біздің тамағымыз дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!